Акын Зайырбек Ажыматов каза болду. Акын журналист Зайырбек Ажыматов 44 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Маалыматты анын кесиптештери тастыктады. Зайырбек Ажыматов 1976 жылы 27 майда Аксы районунун Ак жол айылында төрүлгөн. 1993 жылы Айылдык орто мектепте, 1998 жылы Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин журналистика факультетин аяктаган. Жалгыздык, Мелмел, Нөлү көп жылдар, Жүрөктөгү бороон, ыр жыйнактарынын автору. Журналистикадагы эмгек жолун 1998 жылы Асаба гезитинен баштап Кыргыз Туусу, Бишкек Таймс гезиттеринде, КТРКнын радио тармагында иштеген. Учурда Жаңы Агым гезитинде эмгектенген. 2014 жылдан тартып Азаттык радиосунун кабарчысы болуп иштеп жаткан. Акын 2019 жылдын 30 декабрында президент Сооронбай Жээнбековдун колунан Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмери наамын алган. Маалымат булагы Аргумент KG сайты. Зайырбек Ажыматов деген досум. Мүмкүн бүгүн келди бекен. Зайырбек Ажыматов болсо, дагы бир ушул илхам келип кетсе бир айтышкылыгың келип атат. Зайырбек Мына Зайырбек Ажыматов жарымдагылар айтты, гүлү жок деле чыгып берсе болот деп. Хабарыңды жебір айтып койбойсуң. Тамашайсам муну кандай ойлойсуң. Кездешсек деп ойло делем концертте, кечигип бу келгениңе жол болсун. Студент кез расанда шар элең. Ыр күлкүгө, той топурга бар элең. Бирок ошондо да издетип, жалгыздыкты жакшы көргөн жан элең. Жокер. Жок, досум. Чакырарың билбепмин. Кокусунан атымды айтып сүрдөттүң. Сахнага чыгамын деп бүлгүндө же атайын артист көйнөк кийбепмин. Анан чыны уялдым да бул түрдөн. Түшүн досум, жана элең го, сыр билген. Концертиңе билет таппай эшиктен интервью алам Элмирбектен деп кирдим мен. Ай досум, ай чынын айткан баласың. Тарынычты bir söz менен жазасың. Жаныбыздын тирегинде бир болуп, жан азыгын бирге бөлгөн жанасың. Биз кезинде жашыл кыял максаттуу, эсте досум, эсте чошол жаш чакты. Далай жолу катты дилек селкиге, эсиңдеби? 20 жашың аптаптуу. Ал кез досум, күткөн жок бизге аярлап, балдарыма айтам бүгүн баяндап. Эсиңдеби? Сен барганда күтчүмүн дасторконго нан суумду даярдап. Анда заман кыйын эле чынында. Бирок ошол дүйнө ушундай таза эле. Ошол дүйнө азыр сенин ырыңда. Ырдагын деп бизге берген тазалын сезимдерге из калтырчу көп күндөр сенин да көп, менин да көп жазарым. Каранандын жесек дагы ушагын. Канча кызга тарттык сүйүү тузагын. Эсиңдеби? Жемпет, музпет, мединстут, жөө басчелек сезбей жолдун узагын. Кокой достум, уайга эмес аласың. Кайран достун кайрыгың бар канатын. Сахнада отурат азыр кемпиркөр
Сахнаға келдім аяшың, сен азыр мені азапқа саласың. Айт істейсің, саға елің қанатта, айланғансың оғандырға санатқа. Ел артисті, ел мірменен айтышқан, жөн адамға тура болбай қалатта. Андан көрі бір төгіліп алайыншы шул бүгін. Ырас еле шақырыпсың сахнаға, бұлық тілі ыр оқуай құрғырың. Темадан шықпай, КМО, Қырғыз мамлекетті ұлттық университеті, журналистика факультеті, 10-шы жатақхана деген ырды оқып беріп қойын. Гөр тұрмыштан көңілім жадағанда, көріп үшін өзіңді барамсаға, жаштығымдың өрт күні сенде қалған, КМО журфак жатақхана, апам дестеп еш жақа ұзатпаған, сағыныштан егіні бұшақтаған, шармаға тұрушы өгей болып, елеп жытту, баланы құшақтаған, анткенменен көңілді жарып шығар, көкіректі еңсеткен алыстық бар, көчөдө қар, сабаққа шашып барам, бұтта ботас, мойнымда галстук бар. Қыздардың бөлмесі жанға ысық, кирсектешіп, көп жігіт жарданышып, кетеп беріп, кетепті алышулар кетушеле сүйіге айланышып. Сен естесем, тазарам, жашағанда, үміт жанып, ұлы іш жасағанға, өмірімдің өрт күні сенде қалған. КМО журфак 10-шы жатақхана. Чет өлкөлөрдө жашап, иштеп жүргөн мекендештерибизге арналат. Көтөр башты, улутташым, кандашым, көкүрөктө улуу намыс кайнасын, ар бир кыргыз аманаты Манастын хан тукуму кулгайланып калбасын, бабалардын алып асыл өрнөгүн балдар өссүн, бапестеген өз жерин, мекениңдин тоосу дарак таштарын өзүңкү деп сактабасаң өлгөнүң бүжүрөбөй. Көтөр башты жаркылдап дур чайысын, жан дүйнөңө алтын жаап, сен падыша, падышасың, эй кыргыз, атоолоруң теңир берген алтын так. Мен қиялдың эстафетасын қабыл алдым. Bir сүйжөндөр оқып беріп қойын, bir сөз айт. Өзіңсіз өткен күндер тұталанат. Өксігім көңіл шағын бұтап алат. Жанымды жай таптырар дедім эле, жаз деле. Неге мынча құсаланат? Өшіп, бүтелекте ашықтары бір өріктің Үлін қойду, чачып жамғыр, өтүйді, қайран кездің көркөм кезе. Ошоға құсаланып жатышқандар, сирен да гүлдөп бүтті. Бүгін эркем, қызғалдақ, гүлін төгөт, мүмкін ертең. Бір чымчық, жалғыз жүрөт чатырымда. Былтырқы құштар түгіл келді бекен. Сүйден тазарар да, жашарар да қаралдым. Көз жұммайда қаталарға, сен десе бала болған, чала болған. Мен деле түбөлүктү жашабайм да. Bir сөз айт, өчөм мүмкін, кайра жанам, даярмын. Қалқаласаң, талқаласаң, жазырас, қайталанат. А мен кетсем, уға ал сөзімді келбей қалам. Бұл эстафетаны Мирлан Самиғожоға, Нарсулу Гургубаеваға, Афина Бакироваға, Халиша Жақыпқызына ұсадым. Мен қырғызмын. Сатылбаған, сатпаған. Мен қырғызмын,
баба нарқын сақтаған ата жұртқа жасасам деп бір емгек. Ар бір таңда чоң қазатқа аттанам. Мен қырғызмын, асман жерге жашташмын, езелкімін, келешекмін, мақсатмын, тылдағы қийшайғанын қалауайым. Қырчылдаған қырғыз деген жашаттым. Мен қырғызмын, түгөнөрдө түтөгөн. Мен қырғызмын, жоқ болордо күчөгөн. Мен қырғызмын, тарихым бар, тілім бар. Мезгилдердің ой чуңкурун түзөгөн. Мен қырғызмын, жүнөкөймүн, улуумун, меркинтпеген ичин азап улуумун. Кылымдарга улап кетер ел көчүн. Кыргызмын мен, ер манаска муунмун. Зайырбек Ажыматов, улутпуз биз. Түндүк, түштүк, сай деп чектегениң, түпкатаңдын арбагын тепсегениң. Бийлик үчүн мырзалар, бийлик үчүн биримдигин элиңдин экчебегин. Бир бүтүнгө айлансак улукпуз биз, бирикпесек улутты куруттук биз. Кыркырлардан жыйналган жыйын эмес, кыргыз деген улутпуз биз. Өрттөй көрбө быкшытып өзөгүңдү, өлтүрбөгүн өзүңдү, өз элиңди, ата-энеңден, жарыңдан, балдарыңдан артыгыраак сүй журтту мекениңди. Өксүбөсүн бир бооруң, жатындашың, өмүр көксөп эч бир ок атылбасын. Кыргызстандын жеринде сакта Кудай, кыргыз каны эми эч чачылбасын. Зобололуу уул кызың чыгаан болсун. Зор биримдик биз үчүн курал болсун. Коктуголот сай-сайга бөлүнбөгүн. Кыргыз деген бир гана ураан болсун. Көркөм окуган Арсен Умралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрынын актёру Курманбек Ниязбеков. Emicinin rüvelemine